Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен химия пәнінің мұғалімі Мұратбек Индира Мұратбекқызымын. Бүгін сіздермен химия пәнінен 11-ші сыныпқа арналған сабағымызды бастағалы отырмыз. Сабағымыздың тақырыбы нәруыздар деп аталады, яғни белоктар. Оның құрылысы және де қызметі. Ең алдымен сабағымыздың мақсатына тоқталайық. Сабағымыздың мақсаты нәруыздардың құрамымен және де құрылысымен танысу. Ең алдымен сіздермен нәруыз дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін боламыз. Нәруыз, басқаша айтқанда белоктар, грек тілінен аударғанда алғашқы деген мағынаны береді екен. Бұл кез келген организмнің барлық тіршілік процесін қамтамасыз ететін табиғи органикалық қосылыс болып табылады. Ал енді нәруыздардың адам ағзасындағы рөлі туралы қысқаша бейнероликті көрейік. Ақуыздар біздің тамақтану рационымыздың маңызды компоненті болып табылады. Организмді ақуыздың қажетті мөлшерімен күнделікті қамтамасыз етіп отыру өте маңызды. Салауатты өмір сүру үшін ересек адамдарға күніне ақуыздардың 70-тен 100 граммға дейінгі мөлшерін қабылдау қажет. Алайда ұлпалардың өсу процесі кезінде физикалық жаттығуларды орындағанда, жаралар емделіп келе жатқанда, сонымен қатар жүктілік кезінде аталған мөлшердің мәндері ұлғаяды. Тағам арқылы ағзаға түсетін ақуыздар ең алдымен ас қорыту жүйесінде бөлек амин қышқылдарға ыдырайды. Түзілген амин қышқылдары организмге қажет ақуыздарды синтездеу үшін құрылыс материалы ретінде қолданылады. Адам организмі күніне 300 грамм ақуыздар өндіреді. Ақуызға бай өнімдер қатарына ет, балық, ірімшік, жұмыртқа, сонымен қатар бұршақ тұқымдастар жатады. Ал енді нәруыздардың құрамымен таныс болайық. Яғни белоктардың молекулалары амин қышқылдарының тізбектерінен құралған дейді. Бұл жердегі амин қышқылдары қалай бір-бірімен тізбектеліп орналасатынын қарап алайық. Бір амин қышқылының карбоксил тобы екінші амин қышқылының амин тобымен әрекеттесе алады. Әрекеттесу нәтижесінде түзілетін байланыс пептидтік байланыс деп аталады, және ол екі молекуланы өзара байланыстырады. Амин қышқылдарының бірігу арқылы түзілетін өнімді пептид деп атайды. Нақтырақ атау керек болған жағдайда пептидтің молекуласын құрайтын амин қышқылдары молекулаларының санын санау керек. Егер қосылыс екі амин қышқылынан құралса, онда ол дипептид болып саналады. Егер қосылыс 3 амин қышқылынан тұрса, онда ол трипептид деп аталады, және әрі қарай осындай заңдылық бойынша жалғаса береді. Ал енді белоктардың, яғни нәруыздардың құрылым деңгейлеріне тоқталайық. Нәруыз молекулаларының құрылымын бірінші реттік, екінші реттік, үшінші реттік және төртінші реттік деп қарастырады. Полипептидтік тізбектегі амин қышқыл қалдықтарының қатаң тәртіппен бірінен кейін бірі орналасуын бірінші реттік құрылым деп атайды. Нәруыздардың көбінің кеңістікте оралма тәрізді, яғни спираль тәрізді орналасуы екінші реттік құрылым деп аталады. Оралма тектес молекула биологиялық процестердің әсерінен молекулалар арасындағы сутектік байланыс дисульфидтік көпіршесі арқылы өзара байланысып, күрделі үшінші реттік құрылымды түзеді. Бұл кезде оралма құндақталып, шумаққа айналады. Дәл мына суреттен көріп отырғандарыңыздай. Ал төртінші реттік құрылым деп отырғанымыз кейбір нәруыздарда бірнеше полипептид тізбектерінің бір-бірімен күрделі кешенге бірігуі болып табылады. Сонымен сабағымызда қорытындылай келе айтайын дегенім сіздерге, нәруыздар дегеніміз органикалық заттардың дамуының ең жоғары сатысы және жер бетіндегі тіршіліктің негізі. Организмнің тірек, бұлшықет, жамылғы ұлпалары нәруыздан құралған. Олар организмде әртүрлі қызметтер атқарады, химиялық реакцияларды жүргізеді және де дене мүшелерінің қызметтерін өзара үйлестіреді. Нәруыздардың құрамы мен құрылысы өте күрделі. Молекулалық массалары жүздеген мыңнан миллионға дейін жетеді. Нәруыздардың 4 түрлі құрылымы болады. Олардың құрылымы бұзылса, денатурацияға ұшырап, организмдегі қызметін атқара алмайды.
Олай болса, сабағымызды қорытындылай келе бірнеше тапсырмаларды орындайық. Көріп тұрғандарыңыздай, сіздерге мына жерде 3 сұрақ берілген. Осы сұрақтарға ойланып жауап беріп көріңіздер. Ал дайын болсаңыздар, бірге тексеріп көрейік. Мінекей дұрыс жауабы. Яғни бірінші сұрақ біздің ас мәрізіміздегі тағам құрамы қанша пайыз ақуыздан тұру керек? Және де дұрыс жауап А жауабы екен, 10-15 пайыздан тұруы керек. Жарайсыздар, дұрыс жауап бердіңіздер. Енді келесі екінші сұрақты көрейік. Төменде көрсетілген тағам өнімдерінің қайсысында ақуыз жоқ? Я, дұрыс, бұл С жауабы қант. Және де үшінші сұрақ, төменде айтылғандардың ішінде қайсысы ақуыз қызметіне жатпайды? Және дұрыс жауап бердіңіздер, бұл термоизоляция. Жарайсыздар. Олай болса, келесі тапсырманы орындап көрейік. Бұл біздің екінші тапсырмамыз. Берілген мұқият оқимыз. Амин қышқыл молекуласын А деп белгілеп, қосылыстар атауларын сәйкес құрылымдарымен сәйкестендіру керек. Қанекей, бәріміз бірге жасап көрейік. Ал оқушылар, дайын болсақ, дұрыс жауапты қарап тексерейік. Өз-өзімізді тексеретін болсақ, 1 В болу керек, 2 Г, 3 Ә, 4 Б, 5 А. Жарайсыздар, барлығын жақсы орындап шықтыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылап аяқтай келе, маған кері байланыс берсеңіздер. Алдарыңызда көріп тұрғандағыдай 3 қоржын берілген. Яғни бүгінгі сабақта өте жақсы түсіндім, мен үшін өте қызықты болды десеңіздер, қызыл қоржынды таңдаңыздар. Ал егер сабақты жақсы түсіндім десеңіздер, көк түсті қоржынды таңдайсыздар. Және де тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деп ойласаңыздар, сары түсті қоржынды таңдаңыздар. Және де барлығымыз үй тапсырмасын жазып алайық. Сіздерге үй жұмысына нәруыздар мен көмірсулардың биологиялық маңызы тақырыбына Вен диаграммасын құру. Яғни нәруыз бен көмірсудың ұқсастығы мен айырмашылығы жазу керексіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін.